Сәлем достар, сендермен бірге Азамат. Бүгін біз өзімнің үйімді көрсететін боламын. Ал мен қазір магазиндамын, өйткені қарным аш, бір тамақтар алып алайын. Міне біз заттарымызды алып болды. Енді үйіме барып көрейін. Қазір алып кеттік. Біз қазір үйімізге барамыз. Содан кейін досымның үйіне барамын. Үйімізге бара жатырмыз. Қазір үйімді көрсететін боламын сіздерге. Мына мен жатқан ит, ол менің итім Бастер. Міне келдік. Сәлем Бастер. Ал қазір үйімді көрсететін боламын. Мына жерге машина қойса да болады, бәрін. Мына жерге болса мен жұмыс істейтін жерім. Жұмыс жасасам осы компьютермен интернетте отырамын. Мына жерге телевизор қараса болады. Бұл жерге отырар. Мына зал. Бұл жерде телевизор көреді. Және тамақ. Ал мына жерде болса кухня. Тамақтарын пісіреді. Ал кеттік екінші этажға. Екінші этажында. Міне. Екінші этажында зал және менің бөлмем. Бұл комната. Ал мына жерде болса душ. Қазір біз екінші комнатаға баратын боламыз. Және мына жерде балкон бар. Балкон кішкентай. Ал мынау бұл комната, бұл қонақ үй. Қонақтарға арналған комната. Ал мына жерде кішкентай ғана балконы бар. Мына жерде тағы да душ. Және де шкафтар. Ал енді үшінші этажына барып көрейік. Үшінші этажда қазір барамыз. Үшінші этажда үлкен балкон. Үшінші осы кустың арасына тығып қалса болады адамға. Тығыспақ ойнаса. Мына жерде жатады. Кімге қыздырдым? Мына жерге жатады. Және де мына жағында да осы жеріне де балкон бар. Ал кеттік біз бірінші этажға. Қазір барамыз. Және де барамыз да досымның үйіне соғып кетейік. Досымның үйіне кіреміз. Білмеймін, ол маған айтқан кеше. Мен қонаққа бір жерге барам деп. Қазір қонаққа бармаған шығар әлі. Қазір бара жатырмыз міне. Досымның үйі осы жақта. Міне осы оның гаражы, қарамағыз тұрған. Қазір көрейік. Үйінде ме, үйінде емес пе екен. Тың-тың. Ой, неге есті ашпайды? Тың-тың. Ол қонақта шығар. Значит, ол бүгін мұнда жоқ. Жарайды. Егер маған көп лайк бассаңдар, мен екінші бөлімін шығарамын. Сау болыңыздар достар.